Сәлеметсіздер ме достар, менің арнама қош келдіңіздер. Тұмауратқан кезде, жалпы осындай қыстың аязды күндері құрт көжешкен өте пайдалы. Олай болса, менімен бірге дәл қазір жасаңыздар. Бізге қажетті заттар: осындай жұмсақ сықпа құрт, қолдың сары майы және де кішкене ұн, сондай-ақ салқын су қажет. Ең алдымен суымызды шұңғыл ыдысымызға құйып, үстіне ұнымызды салып, венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Бұл кезде сіздер қасықпен араластырсаңыздар да болады, алайда олай түйіршіктерін кетіруге көп уақыт жұмсайсыздар. Сондықтан да венчикпен араластырған ыңғайлырақ. Сондай-ақ осы кезде кастрөліңізге су құйып, газыңызға қайната берсеңіздер болады. Мінекей біз жақсылап араластырдық, бізде ешқандай түйіршік қалмауы тиіс. Ендігі кезекте осылай қайнап жатқан ыстық суымыздың үстіне жаңағы дайын болған массамызды құя отыра жақсылап араластыратын боламыз. Осылай жақсылап араластырғаннан соң бетін жауып бір қайнағанын күтеміз. Бір қайнағаннан соң біздің ұнның кішкене түйіршіктері қалуы мүмкін, соны осындай ситаның көмегімен сүзіп алатын боламыз. Содан кейін суымыз осылай қайнап тұрған сәтте біздің мана дайындап қойған жұмсақ құртымызды саламыз. Бұл жерде сіздердің өз қалауларыңызша қатты құрттан жасасаңыздар да болады. Құртымызды салған соң жақсылап араластыратын боламыз. Бұл жерде мен барлығын көз мөлшерімен жасаймын, қажетті заттарды шамамен сіздерге описанияға қалдырып өтемін. Және де қолдың сары майын саламыз, тағы бір жақсылап араластырамыз. Мен ас қасықпен жарты қасық тұз қостым. Сіздер дәміне байланысты өз қалауыңызша қосасыздар. Осымен біздің өте дәмді құрт көжеміз дайын. Осындай ожаудың көмегімен жақсылап араластырып, сапырып құйып бере берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап ішіңіздер. Әсіресе осындай тұмаудың өршіп тұрған кездерінде өте пайдалы, және дайын болған кезде үстіне осылай аздаған сары май қосып ішсеңіздер болады. Өте дәмді. Назарларыңызға көп рахмет.